мемлекеттік сатып алу туралы заңға сәйкес жүрген шарттарды да оны жаңағы тиісті экономикалық жағынан орынбасардан сұрау керек. Енді мен жеке өзімнің көзқарасым тұрып жатсың, сосын айтатындарына түсінбей болды. Ол мен жеке өзімнің көзқарасымда. Негізі мемлекеттік сатып алу туралы заңды мен көрмедім. Бір көзден деген берілмейді ғой өзі. Енді сол сыбайлас деп ойламайсыз ба мысалы? Ол қалай солай берілді? Ол мен ойлағанмен, ойламағанмен ол жерде ештеңе өзгерейін деп тұрған жоқ қой. Пікіріңіз де куратор ретінде, осы ауданның зам әкімі ретінде. Енді сыбайлас деп айта алмаймын мен оны. Енді мысалы, өйткені сондай орган бар ғой сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Оларда жұмыс жасау керек қой. Олар мен оны ондай сыбайлас деп айтсам, оны дәлелдеуім керек қой мен. Ол ондай істемедім, оған барды ма, бармады ма мен білмеймін. Ал бір көз, негізі бір көзден барлық жұмыстар бір көзден емес. Басқа түрлері бар. Ашық конкурс арқылы болады, сенебой болады, бағалы ұсыныс арқылы болады. Сондайлар болатын шығар енді. Оны жаңа бір көзден берген, мысалы, қадағалап отырған мекеме бар ғой. Финконтроль, мемлекеттік қаржы бақылау. Олар енді оларсыз бір көзден болмаймын, не қылмайды. Оларға қою керек қой сұрақты, неге олар бір көзден бере алады? Қолымда жоқ, мен жинастан тікелей шығып келіп жатырмын. Тендерді қалай жарияладыңыздар? Тендер бойынша енді бізде жарияланбаған жолдар? Алдың бөлім басшысы болған, енді сол жақтан істелген. Мен қазір бөлім басшы уақытша атқарушы. Бөлім басшы жұмыстан шығып кеткен. Бір көзден берілген, Солай. Қаншалық заңдылық деп ойлайсыз бір көзден? Енді қолданысты заңға сәйкес берілген деп ойлаймын өзім. Заңды деп ойлайсыз ба бір көзден? Сыбайлас емес пе? Мен де жағын білмедім. Қайда неге сәйкес тұрғандарын білмедім. Бір көзден берілген осы іске қалай ойыңыз, пікіріңіз? Дұрыс па, бізде бар ма заңдылықта бір көзден беріледі? Енді тендерді жалпы конкурсқа тастаған дұрыс деп есептеймін өзім.